әріптестер, дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Саламатсыз ба? Естіліп тұр ма? Бізде қазір оқушылар әлі келген жоқ, анау қоңырау соғылған жоқ әлі. Жақсы. Бір. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабаққа дайынбыз ба? Дұрыс. Сабағымызды бастайық. Саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерге естіліп тұр ма менің дауысым? Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды бастайық. Сіздерге дауысым естіліп тұр ма? Жауап берсеңіздер. Саламатсыз, естіліп тұр дауысыңыз. Жақсы, аха. Оқушылар, көңіл күйлеріңіз қалай? Аха, жақсы. Біз алдыңғы сабақта потенциалдық энергия, кинетикалық энергия және механикалық энергия өткен болатынбыз, иә? Осы сабақтарға алдымен шолу жасайық. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде тақтаға қараймыз. Мына жерде сіздерде үй тапсырмасы ретінде екі энергияның кесте көрсетілген. Осы кестелерге, яғни сәйкес кинетикалық энергияға не жатады, потенциалдық энергияға не жатады, соны орнына қойсақ. Сіздер айтып отырсаңыздар, экранға көрсетіліп тұр ма сіздерде? Көрініп тұр ма тапсырма? Жақсы, кинетикалық энергия дейді. Кинетикалық энергияның бірінші анықтамасы, ол қандай энергия болып табылады? Немесе білетіндеріңіз болса қойып шығайық. Сіздер айтып отырыңыздар, мына жердегі шеттегі берілген тапсырмаларды. Мысалға, денені бір беттен көтерген кезде артады дейді. Ол қайсыған жатады? Денені бір беттен көтерген кезде артады. Қандай энергиясы артады? Қандай? Потенциалдық энергиясын апарайық, жақсы. Енді бізде К тең МВ квадрат бөлінген 2. Бұл қандай формула? Кинетикалық энергияға апараймыз, аха. П тең МЖ. Бұл ненің формуласы? Кешіріңіз, сіз вортфолды ашып тұрсыз ба? Бізде ашылмай тұр. Сіздерге көрінбей тұр ма? Сіз презентацияны ашып тұр. Вортфолдан демонстрация ашылмай тұр. Қазір. Жаңа үй тапсырмасында көрініп тұр.
ма сіздерге? Жоқ, сіз ана общий демонстрация қойып жіберіңізші мына жерден. Төменнен. Да, құр презентация ғана демонстрация ашып тұрайын. Қайттан поделиться. Енді көрінді ма сіздерге? Айта беріңіз, апай, ашылды. Көрінді ғой, иә? Үлкен жөзін, Жақсы, дененің қозғалыс энергиясы. Бұл қандай энергияға жатады? Кинетикалық энергияға, аха. Жылдам қозғалатын денеде көбірек болады дейді. Несі көбірек болады? Жылдамдығы көбірек болады. Бұл қандай энергияға жатады? Кинетикалық энергияға. Жақсы. Дене құлап келе жатырса көбейеді дейді. Кинетикалық. Биікте тұрған денеде көбірек болады дейді. Потенциалдық. Жақсы. Дене құлап келе жатырса азаяды дейді. Потенциалдық. Жақсы балалар. Масса мен жылдамдық шамаларына тәуелді дейді. Қандай энергияға тән? Масса мен жылдамдық. Кинетикалық. Жақсы. Денені бір беттен көтерген кезде артады. Потенциалдық. Серіппені сыққанда пайда болады. Потенциалдық. Ал mg көбейтілген h. Бұл нені формуласы? Жаңа белгіледік, иә, потенциалдық. Ал соңғы бізде бұл нені формуласы? Кинетикалық энергияның. Жақсы, аха, тексеріп өтейік. Жақсы, өте жақсы балалар. Тамаша. Жақсы, енді осы тақырыпқа сәйкес толық анықтамаларды айтып өтсек, кинетикалық энергия дегеніміз не, потенциалдық энергия дегеніміз не? Қандай энергия? Кинетикалық энергия. Жақсы, кинетикалық энергия, яғни бізде қозғалыс энергиясы болып табылады, ал потенциалдық энергия биіктік энергиясы болып табылады. Аха, ал формуласы бізде кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2, ал потенциалдық энергия бізде m көбейтілген g көбейтілген h. Жақсы балалар, дәптерімізді ашайық, бүгінгі тақырыпты жазып алайық, энергияның сақталуы және айналуы. Дәптерімізге жазайық тақырыпты. Айналуы. Жақсы. Кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысын толық механикалық энергия деп атайды. Яғни ол бізде тұрақты, констант, тұрақты болып табылады. Анықтамаларды жазып отырамыз дәптерімізге. Кітабымызда да бар. Кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысы толық механикалық энергия деп аталады. Енді біз энергиялардың өзгерісіне мынандай тәжірибе көрсетуімізге болады, қарапайым тәжірибемен көрсетуге. Мысалға, біз партаның үстінде қарандашты орналастырып, осы қарандаштың, яғни энергияларының өзгерісін білуімізге болады. Енді мына қарандаш бірінші партаның үстінде тұрған кезде ол не істейді? Потенциалдық энергиясы, яғни максимум болады. Ал жалпы энергиясы, яғни бізде потенциалдық энергия максимум болады. Ал жылдамдығы бұл жерде, бізде қарандаштың жылдамдығы бар ма бұл жерде, балалар?
не істеп тұр? Тыныштықта тұр, иә? Яғни бұл жерде жылдамдық жоқ, сондықтан кинетикалық энергиясы да болмайды, иә? Яғни нөлге тең болады. Енді осы қарандашты біз үстелдің, яғни партаның үстінен түсіреміз. Яғни бұл құлап келе жатқан кезде оның энергиясы қалай болады? Яғни биіктіктің жартысында, яғни ол не істейді? Биіктігіміз азаяды, иә? Яғни бізде потенциалдық энергиямыз, яғни төмендейді. Осы кезде біз потенциалдық энергияның төмендегенін көреміз. Енді осы қарандаш толық еденге түскен кезде бізде оның потенциалдық энергиясы не істейді? Яғни биіктігі болмайды, бізде биіктік 0 болады, яғни төмен түскен кезде, еденге құлаған кезде, яғни потенциалдық бізде 0 дейміз, ал барлық кинетикалық энергиямыз, яғни максимум түрде айналады, максимум болады. Жалпы энергиясы, яғни бізде потенциалдық энергия 0 болады. Яғни бұл жерден біз энергиялардың өзгергенін көре аламыз. Яғни бұл тәжірибеде механикалық энергияның сақталу заңын көреміз. Яғни бізде бірінші потенциалдық энергия, яғни кинетикалық энергияға айналады, бірақ бұның мөлшері бұл жерде азаймайды, яғни сақталады. Яғни тұйық жүйені құрайтын денелер арасында тек қана ауырлық күші мен серпімділік күші, яғни әрекет ететін болғандықтан, онда тұйық жүйенің механикалық энергиясы, яғни өзгеріссіз тұрақты сақталады. Яғни денелер өзара әрекеттескен кезде және қозғалған кезде кинетикалық және потенциалдық энергияларының бірінің артуы екіншісінің кемуіне, яғни болатындай өзгереді. Біз жаңа біріншіде не болды бізде? Яғни кинетикалық энергиямыз 0 болса, бізде қарандашымыз бірінші қозғалыссыз партаның үстінде тұрғанда, ал енді осы қарандашымыз еденге төменге түскен кезде, яғни ол жерде биіктік болмайды, яғни ол жерде не істейді? Керісінше бізде потенциалдық энергияға айналып тұр. Кинетикалық және потенциалдық энергияның түрленуіне мынандай қарапайым мысалдар көрсетуімізге болады. Жаңа қарандашты көрсететін болсақ, енді мына жерде топталатын болсақ, бізде биіктен құлаған добымыз, яғни потенциалдық энергия кинетикалық энергияға түрленеді. Яғни энергия бұл жерде жоғалмайды, тек бір күйден екінші күйге өтеді. Енді біз осы заңның мәніне тоқталатын болсақ, тұйық жүйеде энергия сақталады, энергия бір түрден екінші түрге ауысады, ол маңызды принципі физикалық процестерді түсіну үшін қажет болады. Дәл солай, біз маятникті алатын болса, маятникті де қозғалысқа түсірген кезде ең бірінші ең үлкен потенциалдық энергияға тең болады жоғары нүктесінде, төменгі нүктеде ең үлкен кинетикалық энергияға ие болады, ал қозғалыс кезінде энергия түрленеді, бірақ сақталады. Дәл осылай біз бірнеше мысалдарды көрсеттік қой, жаңа қарандашты көрсеттік, доп. Енді садақты ату кезінде де, яғни энергияның түрленуін көруімізге болады. Бірінші біз садақты, яғни садақ керіледі, энергия жинайды, жебе ұшады, одан кейін, яғни жебе ұшқан кезде, яғни энергия не істейді? Түрленеді. Яғни бір күйден екінші күйге түрленіп отырады. Енді біз оны мынандай фед программасы арқылы механикалық энергияның түрленуін көруімізге болады. Сіздерге көрсетеміз. Көріп тұр ма? Ашылады бізде. Қазір, аха.
Көрдіңіз ме сіздерге? Аха, Phuket Колорадо программасы арқылы біз, яғни энергияның түрленуін көруімізге болады бұл жерде. Бірінші, мына жерде скейтборшы, яғни осы қозғалысын көрейік. Мына жерде біз, мына жерде мәндерді қосып аламыз. Бұл жерде бізде жасылымыз кинетикалық энергия, көгіміз потенциалдық энергия, мына жерде қызылымыз, яғни үйкеліс кезінде пайда болатын жылу энергиясы. Ал мына жерде бізде жылдамдығымыз қосылып отыр, мына жердегі сан мәндерді қойып аламыз. Енді осы кезде, міне скейтборшының жылдамдығын көрейік. Жоғары, скейтборшы жоғарыдан төменге қарай сырғанаған кезде, яғни мына жердегі біз графиктен көре аламыз. Міне, жоғарыға барған кезде кинетикалық энергиясы төмендеп тұр, потенциалдық энергиясы көбейеді. Көріп тұрсыздар ма сіздер? Мына графиктерден біз міне скейтборшының қозғалысын көріп тұрмыз. Яғни бұл кезде біз энергияның түрленуін көре аламыз. Мына жерде графикте кинетикалық потенциалдық энергия, мына жерде үйкеліс кезінде пайда болатын жылу энергиясы, мына жасылымыз бізде жалпы энергия болып табылады. Бірінші, енді дәл солай, осындай жолдарды әртүрлі жолда көрсетуімізге болады. Ауыспай тұр, қазір екіншісіне. Ал енді дәл солай скейтборшының жоғарыдан, яғни таудың жоғары бетінен құлаған кездегі, яғни энергияларының түрленуін көреміз. Жоғарыға апарайық. Яғни бұл кезде биіктігі үлкен болады, яғни бұл жерде потенциалдық энергиясы көп мәнге ие болады. Сондықтан бұл графиктен көре аламыз, яғни потенциалдық энергия бізде аз. Қазір мына жерде қозғалысқа түсірсек, яғни мына жерде потенциалдық энергиясы өзгермей тұр, яғни потенциалдық энергия бұл жерде энергиясы бізде 0 болып тұр. Ал мына жерде үйкеліске түскен жағдайда оның энергияның бір бөлігі, яғни жылу энергиясына алмасып кетіп тұр. Үйкеліс болған жағдайда жылу энергиясына алмасып кетеді. Дәл солай әртүрлі жолдарда көрсетуімізге болады. Яғни қозғалыс кезінде үйкеліс пайда болған кезде біздің энергиямыз жылу энергиясына алмасып кетеді. Осындай әртүрлі жолда көруімізге де болады. Жақсы балалар. Енді сіздерге тағы да осы сабақ бойынша мынадай тапсырмалар орындайық. Қазір сіздерге көрсетемін.
Мына жерде қазір ашылмай тұр тапсырма. Сіздерге көрініп тұр ма? Бізде мына жерде көрінбей тұр демонстрациялық қазір. Көрінді ғой, оқушылар? Аха, мына жерде сурет көрсетілген. Қазір екіншіден бастай берейік. Массасы 2 килограмм, жылдамдығы 4 метр секунд дейді. Кинетикалық энергиясы мәні 16 жолға тең бола ма дейді. Есептей беріңіздер. Қазір келесі келген кезде айтамыз. Доп жермен соқтығысу мезетінде кинетикалық энергиясы максимал мәнге ие бола ма дейді. Сіздерге ал мына жердегі формула mv квадрат бөлінген 2. Сіздер айтып отырсаңыздар, әлде тез жүріп тұр ма? Қазір қайтадан бастаймыз. Bizde dağıs естілмей. Дауыс естілмей тұр ма сіздерде? Bizde интернет істемей алып шығып кетті желіден. Қайтып көрсетсе? Иә, қайтып көрсетейін сіздерге, жақсы. Старт точности. Допты жоғары лақтырғанда оның кинетикалық энергиясы артады. Жалған ба, ақиқат па? Жалған, дұрыс екен. Жаңа қайтадан келді, 2 килограмм массасы, жылдамдығы 4 метр секунд. Яғни оның мәні 16 жолға тең болады дейді. Потенциалдық энергиясын сипаттайтын сурет мына жерде дұрыс па, әлде қате ма? Жалған, аха. 3 килограмм массасы, биіктігі 4 метр. Потенциалдық энергиясы мәні 6 жолға тең болады дейді. Дұрыс екен мына жерде. Доп жермен соқтығысу мезетінде кинетикалық энергиясы максимал мәнге ие болады. Дұрыс емес екен, ақиқат. Мына жерде тапсырмалар көбіне қайталанып тұр. Жылдам, иә, жылдам не істеуге, көруге ыңғайсыз екен. Несін ауыстырып көріп положениесі жай. Тағы да бір рет көрсетіп шығайық. Мына жерде референцияда айтып, мына шетте тұр ғой. Содан нені таңдап жібересіз ба? Оң жақ шеттен алып. Switch temple деп тұр ғой, содан таңдап. Сонда ауыстыруға болады, Бұл қателеспесем. жерде неге тіркелу керек екен мына жерде? Таңдау керек. Мына жерде тіркеліп бар ауыстырылады. Өзгермей тұр. Бұл жерде кинетикалық энергияны сипаттайтын сурет дейді. Ақиқат. Ал мына жерде жалған, дұрыс. Допты жоғары лақтырғанда кинетикалық энергиясы артады. Дұрыс. Бұл жаңа келді, есептедіңдер ме? 2 килограмм массасы. Дұрыс. Потенциалдық энергияның формуласы дейді. Дұрыс па, қате ме? Жалған. Аға тез жылдам жүреді екен. Жақсы. Енді сіздерге есеп берілген. Кітабымызды ашайық. Тақырыптың соңында 5-те-5-ші жаттығу есеп берілген. Дәптерімізді ашып берілгенін жазайық. Есеп. Тақырып соңында есеп. Есеп 152-ші бетте. 5-те-5-ші жаттығу. Дәптерімізді өзіміз жазып алайық. Берілгенін
5'te 5 mi? 5'te 4 5'te 5, 5'te 5. 5'te 5'incisi. Аха, массасы 9 грамм. Қалыңдығы 5 сантиметр, тақтайға 600 метр секунд жылдамдықпен соғылып, 200 метр секунд жылдамдықпен тесіп өтеді. Оның кинетикалық энергиясын, істеген жұмысын және тақтайдың кедергі күшін анықтаңдар. Кедергі күші өзгермейді деп алыңдар. Берілгенін жазамыз. Бұл жерде ХБЖ-ға айналдырамыз шамаларды. Грамммен, сантиметрмен тұр. Сіздер айтсаңыздар, сосын массасы 9 граммыз айналдырғанда неше болады? 0 бүтін. Килограммға айналдырамыз. Берілгені. Массасы 9 грамм. Қалыңдығы S деп алайық. 5 сантиметр. Сосын не берді? Иә, 5 сантиметр жүрсаға. S деп алайық оны. 5 сантиметр. Иә, жылдамдықтары бұл жерде V2 600 метр секунд, V1-іміз 200 метр секунд болады. Мына жерде сіздерге алдарыңызға басқа не түсіп тұр? Енді ХБЖ-ға айналдыра кел, кәдесеміз дұрыс шықпайды. Граммда айналдырамыз килограммға сантиметрді метрге. Неше болады? Граммымыз. Граммда килограммға сұрақ болды, граммда килограммға айналдырамыз. Қанша болады? 1. Жақсы, өте жақсы балалар, аха. Дәл солай енді сантиметрді де айналдырамыз. Сантиметрді метрге айналдырамыз. Жақсы, өте жақсы, аха. Енді формуласы, енді бізде сұраптар кинетикалық энергиясын табу керек, және істеген жұмысын. Жұмыстың формуласын және кинетикалық энергияның формуласы қалай? Алдыңғы сабақта өттік, біз кинетикалық энергияның формуласы қалай болады? Бөлінген жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. Ал жұмысты да өттік, е? Жақсы, ал шығара берек бірінші. Қалай болады, қане балалар? Жұмыстыкі? Оны да өттік, е, жұмысты? Жұмысты қандай әріппен белгілейді дедік біз? Массасы қанша? 0,2. Масса энергия өлшем бірлігі. Жақсы, шығара берейік. Енді бізде жылдамдық, 2 жылдамдық берілген, енді біз жылдамдықтарды не істейміз? Азайтамыз, е? Яғни квадраттап барып, азайтамыз. Мына жерде квадраттауды ұмытпаңыздар. Жақшаның ішіне біз бұлай V2 квадраты азайтылған V1-дің квадраты деп алайық. Бізде өзі формулада mv квадрат бөлінген 2 ғой. Енді бізде жылдамдығымыз өзі 2. Сол жылдамдықты біз V2-ның квадраты азайтылған V1-дің квадраты деп алайық.
Ошо сизде тактада косуп көрсөтүп атасызбы? Жок, жок, Tamam. бизде такта косулуп турган жок тактадан. Тактамыз көрүнбөй тур бизде. Келесі сабақта тақтамен көрсетем есепті. Бірінші кинетикалық энергиясын тауып алайық, сосын бәрін айтсақ. Қанша? Қанша? 16 мың ба? 16 мың. Енді не істейміз? Ой, 16 мың? Не істейсіңдер? Екіге бөлесіңдер. Сонда бөлдер, бөлесіңдер, 16 бересіңдер.